Бізде қауіпсіз қонуды растайтын ақпарат бар. Біз оны LCP-дан көріп тұрмыз. Opportunity бір шұқырға қонды. Тежегіш жастықтар жүйесі Eagle кратері атты шағын кратерге домалап түсті. Және ровер камераларын алғаш қосқанда, бұл кратердің жиегінде ашылып жатқан төбір тау жыныстарын көрді. Сонымен микроскопты шығардық та суретке түсіре бастадық. Марс бетіндегі бұл аймақта сансыз көп кішкене жұмыр нәрселер шашылып жатыр. Олар кекстегі жидекке ұқсағандықтан қара жидек деген атқа ие болды. Мұндай нәрселер суда түзілетінін анықтадық. Бұл кезінде Марс бетінде сұйық су болғандығының айқын дәлелі. Білесіз бе, Eagle'дан шыққан соң Endurance кратеріне бет алдық, және бұл кратерге құлдилап түстік. Біз мұнда геологтар реттік стратиграфиялық қима деп атайтын нәрсені жасадық. Ол іс жүзінде Марс тарихи кітабы тарауларын кері қарай оқиды. Бұл ровер стратиграфистке айналды. Марстағы алғашқы стратиграфист. Endurance-тан соң Викторияға барғымыз келетінін білдік. Газның педалін бастықта солай қарай жолға шықтық. 10 километр қашыққа. Жел өрлеген шағылдарды басып өтуіміз керек еді. Бір күні ровер құмға батып қалды. Роверді шығарып алуға жет болды. Біз тапқан ең жақсы тәсіл, оны керісінше қойып таптау. Ақыры ровер шығып кетті. Енді жүргізу стратегиясын өзгерттік. Осындай бұйраттарды қауіпті деп санайтын болдық. Диаметрі 750 метрлік үлкен кратерге Викторияға жетіп алып, мәссаған, мұнаның ішіне қалай кіреміз дедік. Кенеттен Hi-Res кескіндерін алдық. Суреттен ровер көрінетін. Бұл біздің роверлердің бірі көрінетін ғарыштан алынған алғашқы сурет болды. Ең жақсы стратиграфиялық қима алуға болатын орын іздеп, кратердің жиегін барлауға 1 жыл жұмсадық. Кіруге болатын жер тауып, сонда түстік. Сөйтіп, Виктория кратері ішінде 1 жылдай болдық. 20 километрдегі Endeavour кратеріне бару туралы идея ғылыми команданы шаттыққа бөледі. Ұзақ жол жүру керек еді. Оған бірнеше жыл кететін, бірақ бәрібір солай шешті. Жолда қауіпті бұйраттар тым көп еді. Сондықтан айналма жолмен жүру керек болды. Кейде кратерден алыстап барып, сосын оған туралып жақындайтынбыз. Содан соң Endeavour кратеріне келдік те, көптеген жаңа нәрселерді көрдік. Біз Холмстік желісін аштық. Ол өте жарық сызық болатын. Бұл үлкен гипс желі болып шықты. Қазір мұндай гипс желілерді бар жақтан көреміз. Осылайша, Марстағы нағыз маңызды процестің дәмін алғаш таттық. Аңғарға бара жатқанбыз. Жол бойы осы аңғарға жеткенде марафон жүріп өтетінімізді ұқтық. Сөйттік те, жақсы, тамаша, осының құрметіне оның аты марафон аңғары болсын деді. Бұл марафон қашықтығына 42 километрге басқа планетада жеткен кез еді. Беткейлермен кратердің ішкі жиегімен аздап төмен жүрумен болдық. Сосын оралып, сапарымызды келесі аңғарға Персиверс аңғарына қарай жалғастырдық. Байланыс жоғалғанда ровер сол жерде зерттеп жүрген. Біз бұл машинаны ең соңғы мүмкіндікке шейін басқарамыз дегенбіз. Солай болды да, бұл мен үшін мақтаныш. Біз болашақ зерттеулер негізделетін бірге тас қаладық.